Қалайсыздар? Бүгін майлингті көрсетем. Мына жеке кабинетке кіреміз. Отчетыйды басамыз. Отчетыйды басып, бірінші информация по личной группені басамыз. Сосын мына жерге галочка қоямыз. Просмотреть бастық. Бізге енді отчет шығады. Осы отчетты көшіріп загрузка жасап аламыз. Міне. Мынау дискетші, баяғы дискетті бассақ, Excel деген шығады. Соны басамыз. Яғни осымен басқанда загрузка жүріп жатыр. Целый документ осы компьютерға енеді. Біз ол енем дегенше мыняқа майлинг деп жазамыз. Міне майлинг деп жаздық. Іздейміз. Бірінші тұрған майлинг фабилик.комды басамыз. Осы жерде өзіңіздің риг номеріңіз бен пароліңізді жазасыз. Міне. Осы жерде импорт дегенді басамыз. Яғни импорт деген жаңағы отчеттарды осының ішіне енгіземіз. Бірінші мені жазып тұр. Информация по личной группені енгіз дейді. Выберите файл. Мені консультант деп тұрады бүгінгісі. Осыны загрузить данныйды басамыз. Оны баспасақ енбейді ол. Мені окей, кетті. Енді екінші отчетымыз біздің итоговые показатели деген отчет. Енді мыняқа кіреміз. Итоговые показатели деген. Міне итоговые показатели бастық. Осы екі отчетты енгіземіз. Қазір мына соңғы каталогты басамыз. Мына галочкаларды қоямыз. Просмотретті басамыз. Басқаннан кейін дәл жаңағыдай төбеде дискеттің суретін басып загрузка жасаймыз. Қазір айналсын, айналып болсын. Мына қараңыздар, мына дискетті басамыз, Excel'ді басамыз. Загрузка міне жүріп жатыр. Загрузка жасалынып жатыр. Міне кетті. Мына жерде бірінші отчетті болдық, екіншісі итоговые показатели басамыз. Ол СТВ деп тұрады. Загрузить данные. Болды. Осы екі отчетты енгізгеннен кейін, окей, мына жерде новички, удаленный, стартовый программа, бірінші шаг, екінші шаг, бәрі бар. Временные акции, статус 2 деген сары. Осы жерде жаңағындай туған күнмен де құттықтауға болады. Мысалы, туған күн дейік. Туған күн, мынаяқта текстіңіз орысша тұрады, сіз қазақша жазып, сохранитті басып, сол кезде дайын тұрады. Гапарова Гүлзираның бүгін туған күн екен. Скопировать текстті басамыз, WhatsApp'ты басамыз. Сол кезде прямой WhatsApp'қа өтесіздер. Перейти чат, астындағы перейти чат. Осы жерде Гүлзираның номерін жазып, сохранить етіп отпаймыз. Бірден шығады. Сосын ставитті басамыз. Дейді, продолжить дейді. Қайқа кеттіні. Ол адам жоғау дейм. Оның WhatsApp нөмірі жоқ. Енді арайлым скопировать текст. Әр адамға келгенде скопироватьті баспасаңыз, адамның аты ауыспайды. Скопироватьті басып, сосын WhatsApp'ты басып, 2 рет перейти WhatsApp дегенді ашамыз. Қазір енді ашылсын. Ашылды. Міне, начало чата деп шығады. Мына жай, мына компьютер жай істейді менде. WhatsApp ашылған кезде ставить дейсіздер, жібере саласыз, болды. Міне ставить еткен кезде міне аты жөн шығады. Мына туған күнге, мысалы, тілегіміз кетті. Мынаны отправить ете саламыз, болды.
дәл солай сарыға да сөйтіп жібересіздер сурет жіберуге болады